Арыс қаласында жастар арасында нашақорлықтың алдын алу мәселелеріне арналған нашақорлықтың қауіпті індет алдын алу бәрімізге міндет тақырыбында форум өтті. Форумға құқық қорғау органдары, прокуратура өкілдері мен белсенді жастар мен жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды ақпараттар айтылған шара жайында толығырақ алдағы бейнесюжетте. Шараның шымылдығы нашақор атты театрландырылған сахналық көрінісімен ашылып, есірткінің зардабын тартқан жас пен оның отбасының өкінішке толы өмірі сахналанды. Өмірінің соңын қайғылы жағдайға жеткізген нашақорлықтың зиянын баяндаған әсерлі оқиға көрермендерді бей-жай қалдырмады. Жолама! Әрге! Алам қалды! Бұның бәрі сендердің кесірлер! Мен осының бәріне тиіп бердіңдер, мен осы күнге шейін. Мен сендерге кішкентай бала емеспін! Жақындама! Маған ақша бер! Әке, маған ақша бер! Мен қысылып баратым, мен түсінбейсіңдер сендер! Ақша бермесіңдер, мен өз-өзіме қол жұмса! Форумның ашылуында қала әкімі Гүлжан Құрманбекова арнайы сөз алып, жас ұрпақты салауатты өмірге үндеген шараның маңыздылығына тоқталып өтті. Әкім жастарды денсаулықты сақтап, зиянды әдеттерден аулақ болуға үндеді. Сондай-ақ өз өмірінен де мысалдар келтіріп, бала алдындағы ата-ананың рөлін айшықтап айтып берді. Бірге жанашыр болуымыз керек. Міне жаңа көрдіңіздер, ана деген барлық уақытта баласына, қызына ешқашан жоқ дей алмайды. Мен өзім де жаңа еске түсірдім. Мысалы, үйде папасы балдарына ақша көп жаратпаңдар, болмайды, кешке осындай неге кафеге немесе осындайға болмайды деген кезде ана біз кішкене өзіміздің жұмсақтығымызды көрсетіп, әкелерінен жасырып ақша беретінде жағдай болған, өзімде де болған. Сол кезде бір-екі рет мен енді өзімнің жаңағы айтып өтсем болады, сол баланы жақсы көргеннен жасырып бергеннің ешқандай пайдасы жоқ екенін, кейде сол ана әкесінен жасырып бала ондай ғой, мұндай ғой деп араласқаның да пайдасы жоқ екенін жаңа көрдіңіздер. Сондай-ақ Арыс аудандық сотының төрағасы Сапархан Умаров та форумға қатысушы барлық жастарға нашақорлықтың қоғамға тигізер зардабын және оның заңдық салдарын түсіндірді. Өз сөзінде ол нашақорлыққа қарсы күрестің құқықтық аспектілерін атап өтіп, жастарды салауатты өмір салтын ұстануға, сонымен қатар уақыттарын босқа кетірмей, кітап оқып білім алуға шақырды. Абай атамыз айтқан, жалпы Абай атамыздың өзі жазған 2 кітабы бар өмірінде. Қара сөздері мен жаңағы өлеңдер жинағы, поэмалар, нелер бар жоғы бір 2 том. Ана Толстой, Крыловтар сияқты, болмаса жаңағы Драйзерлар сияқты бір том ештеңе жазған жоқ, ол бар жоғы 2 кітабы бар. Бірақ сол Абай атамызға үңілсеңіз, қандай сұрақ бар, қандай мәселе толғандырақ, барлығына жауап іздеуге. Достық, махаббат, өмір, жаңағы жақсы қасиет, жаман қасиет бар. Сонда ана жастық шақ туралы айтады. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық, басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос дейді. Яғни қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос дегені Абай атамыз сол жас кездегін айтады. Яғни адам ол кезде қалыптаспаған әлі, жаңағы ажырата алмайды. Махаббат қызық, мал мен бақ, көрінуші еді досқа ортақ, үміт жақын көңіл ақ келер ме енді сондай шақ дейді. Ондай шақ әрине келмейді, оның барлығы өз кетеді. Сол кезде дұрыс таңдау жасадыңыз, жасамасаңыз онда қателесіп, бүкіл тағдырыңызға әсер ететін дүние бар. Сондықтан ертерек ой сананы қосу керек, мына жақсы дүниелерге араласу керек. Білім, ғылым, спорт, өнер, оның барлығы дұрыс мәселелер. Біліммен әуестенген, спортпен шұғылданатын, өнермен айналысатын жастардың бойында жаман ойға, жаман әрекетке уақыты да басында оған орында болмайды. Жиын барысында Арыс аудандық прокурордың орынбасары Тимур Абдрахманов және аудандық полиция бөлімінің бастығы Бауыржан Қуатов өз кезегінде нашақорлықтың құқықтық аспектілері мен оны жою жолындағы мемлекеттік шаралар туралы баяндады. Олар нашақорлықпен күресте заң талаптарының күшеюін және құқықтық жауапкершіліктің артуын ерекше атап өтті. Форум барысында отбасылық зорлық-зомбылық тақырыбында бейнеролик көрсетіліп, есірткі заттарының зияны тек жеке тұлғаларға ғана емес, қоғамның барлық салаларына қалай әсер ететіндігі тереңірек түсіндірілді.
Арыс қаласының бас имамы Қажымұқан Қазыбаев форумға қатысушыларға имандылық пен рухани тәрбие беру туралы айтып, жастардың өмірінде дұрыс бағытты таңдаудың маңыздылығына тоқталды. Иман нашақорлықтың рухани құндылықтарды жоюға апаратынын атап, жастарды ішкі рухани қуатын арттыруға шақырды. Пайғамбар салам айтады. Және бұны барлық ғалымдар, ойшылдар мойындаған. Адам баласы қадірін жете білмейтін екі нәрсе бар дейді. Адам баласы бүкіл, оның ішінде мен де бармын, барлық адам бар. Екі нәрсеге адам баласы қадірін жете білмейді екен. Бірінші бос уақыт, екінші денсаулық. Мынау қазіргі болып жатқан нәрсе ең бірінші біздің денсаулығымызға өте кері әсерін тигізетін нәрсе. Ойшылдар айтады, ең ақымақ адам дейді, ең ақымақ адам өзіне ешқандай пайдасы жоқ нәрсемен айналысу дейді. Яғни мынау сіздің болып жатқан нәрсе, сіздің мына е болмаса өміріңізге пайдасы жоқ, е болмаса денсаулығыңызға пайдасы жоқ, келешегіңізге пайдасы жоқ, отбасыңызға пайдасы жоқ, жұмысыңызға пайдасы жоқ, ешқандай пайдасы жоқ нәрсемен не істеу? Айналысу дейді. Өмірде ең ақымақ адам өзіне пайдасы жоқ нәрселермен уақытын бөліп, сонымен айналысу дейді. Іс-шара барысында жергілікті өнерпаздар патриоттық әндер орындап, қатысушыларға рухани серпіліс берді. Жиын соңында тиісті құрылымдар алдағы уақытта бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Нашақорлықтың алдын алу үшін ұсыныстар білдіріліп, нақты тапсырмалар жүктелді. Жантөре Болысмұрат, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.